Түркі әлеміндегі ең алғашқы операны және оны жазған композиторды білесіздер ме? Ол классикалық музыканы ұлттық әуенмен ұштастырып, Әзербайжан музыкасының бағытын өзгерткен сазгер, дирижер, педагог және ағартушы Үзейірбек Қажыбейлі. Оның 1907 жылы жазған Ләйлі мен Мәжнүн операсы түркі ислам әлеміндегі ең алғашқы опера. Ал оның Аршын-Мал Алан деген опереттасы 1925 жылы Париждің төрінде сахналанған болатын. Қажыбейлі сазгер ғана емес, қаламы, қарымды сөз шебері де болған. Оның күлдірумен бірге ойландыратын сатиралық шығармалары өз дәуірінің түйткілдерін дәл бейнелеген. Үзейірбек Қажыбейлінің биыл туғанына 140 жыл толып отыр. Түркі академиясы осыған орай оның таңдаулы еңбектерін қазақ тіліне аударып, оқырманға ұсынып отыр. Түркі әлеміндегі кәсіби музыкалық білімнің негізін қалаған, өнер мен ғылымды ұштастыра білген көрнекті тұлғаның қаламынан шыққан еңбектерінің толық нұсқасын Түркі академиясының ресми сайтынан оқуға болады.